Вау, қаншама QLED теледидарлары. Барлығы әртүрлі ма? Сәлеметсіз бе? Нағыз QLEDті іздеп жүрсіз бе? Алдымен жарықтың ақ емес, көк болуына қараңыз. Міне қараңыз, көрдіңіз бе? Бұл көк жарық, жарқын және нақты түсті қамтамасыз етеді. Екіншіден, квантум дот кванттық нүктелердің бар болуын тексеріңіз. Көк түс кванттық нүктелер қабат арқылы өткен кезде ол қанық түстер жасайды. Міне, мында көрінеді, көктің бір бөлігі көк болып қалады. Ал бір бөлігі толқын ұзындығын ауыстырады да, таза қызыл және жасыл түстер жасайды. Бұл Samsung QLED-тің негізі. Ал енді жалған QLED-ті көрейік. Мұнда жарық көк емес, ақ. Кванттық қабаты да жоқ. Осыған бола түстер бұлыңғыр болып шығады және нағыз QLED-тегідей жарқын болмайды. Үшіншіден, түстің қамтылуына қараңыз. Нағыз QLED ретінде сертификатталған Samsung QLED теледидарлары қызыл, қою жасыл және ашық көк түстердің дәл және шынайы бай реңктермен ерекшеленеді. Елестетіп көріңіз, әр көрініс және әр түс қалай болу керек, дәл сондай. Бірақ қай QLED нағыз екенін қалай білеміз? Өте оңай. Мына TÜV таңбалауын іздеңіз. Ол алдыңыздағы экранның квантум дот технологиясымен халықаралық сертификаты бар екенін растайды. Ал SGS белгісі теледидар құрамында кадмий жоқ екендігіне кепілдік береді. Қауіпсіздік бірінші орында. Солай ма? Жасанды интеллектімен функциялары бар ма? Әрине, Samsung QLED теледидарлары ыңғайлы тамашалау үшін жасанды интеллектпен жабдықталған. Ал егер жүйенің жаңартылуы шықса ше? Алаңдамаңыз. Samsung теледидарлары 7 жыл бойы тегін Tizen жаңартуларын алады. Өзіңіздің AI көмекшіңізден сұраңыз, қай QLED шынайы?